балалардың жазғы демалысы қайда өтеді? Жазғы менікі туралы айтып жатсыз ба? Иә, жазғы демалыс сол қалада боламыз. Мүмкін демалыс орындарына барамыз, суға немесе парктерге. Сол. Қандай тегін жаңа жазғы лагерлер бар осы? Біздің мектепте бар, міне қазір қызым барып жатыр, 2-7, өте тамаша, өйткені бірінші жыл барып жатырмыз, мен ондай болады деп ойлаған жоқпын. Лагерде күніне міне бір күн сайын оқушыларды бірінші кинотеатрға апарады, тегін, бүкіл нәрсе тегін. Кинотеатрға апарады, содан кейін зоопарк, қазақшасын ұмытып қалдым, зоопаркке апарды, содан кейін музейге апарды. Тағы не болды? Мектептің өзіне кукольный театр келді. Алдында тағы да робот бірдеңке деген ұмытып қалдым. Тоже келіпті. Сол. Ал былай бос уақыттарында олар, бос уақыттар болмайды, егер сондай программалар жоқ болса, мұғалімдердің өздері программа жасап жатыр. Күнделікті барып далаларына серуендейді, суреттерін салады, билерін билейді, өлеңдерін айтады деген сияқты. Сол. Лагерь күшті, жақсы ұйымдастырылған, балам ұнап, қызым ұнап, прямо енді қалмайым деп отыр ғой. Біз өткен алдыңғы жылы барыңыздар деген кезде біз мектепте не болады деп сөйтіп бармай қойғанбыз ғой. Тегін мороженыйға дейін береді екен, тәттілеріне дейін береді екен. Сол үшін өте қызықты. Енді қазір менің бір немерем, это пришкольный лагерде, сонан кейін танцевальныйға өзіміз апарамыз. Солай әйтеуір баланы бос үйде қалдырмаймыз. Бір жерге алып барамыз постоянно. А так енді конкретно енді өкіметтің несінен, не знаю, білмейді екенмін. Білмеймін, солардың бәрін хабарлап отырса дұрыс қой, біз қайдан аламыз хабар? Немерелердің нағашыларына барады, кейде басқа жерлерге қыдыртамыз, әке-шешелер қыдыртады дегендей. Немерелеріміз атасымен болады, лагерге барады, мектепте летний лагерь бар. Школ платный, сонда болады. Тағы бір немерем университетте оқиды, олардың ана самостоятельный. Енді осы мектеп оқушыларына арналған тегін лагерді білесіз ба? Қандай лагерь? Білмеймін ондайды. Бұрын балаларымыз кішкентай болғанда пришкольный лагерь деген болатын, сонда жұмыс істейтін, демалатын, экскурсия жасайтын. Қазір уже білмеймін, немерелеріміз платныйға барады. Ауылдық жақтан сіз өзіңіз ауылдық жаққа апарып, ел жұртты аралатасыз ба? Жаздың күні, енді басқа уақыттарда, конечно, бара алмайсыздар ғой. Ауылдық ешкім жоқ бізде. Семей жақтан келгенбіз біз Алматыға. Содан бері осындамыз, постоянно Алматыдамыз. Сол құда жаққа барамыз, бірақ балаларды о жаққа жібермейміз ғой. Атасымен, әжесімен вообще. Или если развивающий центр бір жерлерге барса, сол жерде лагерге барады. Сол. Одан кейін мына балаларға арналған қандай тегін лагерлер бар? Мен өзім сестренкам былтыр, по-моему, Каскелеңге лагерге барды. Қызым тегін емес, біз частный садикке бардық, сол жерде платный лагерге барды. Тегін барған жоқпыз. Балабақшада, одан кейін ауылға алып барамыз көбінесе. Ауылға? Иә, ауылға алып барамыз. Қандай тегін лагерлерді білесіз? Тегін лагерь білмейді екен. Тек жұмыс істейміз ғой, мысалы біз государственный, сол жұмыстан жібереді балаларымызды тегін лагерлерге. Көп балаларға солар барады, соны білем. Жақсы, жаңа біреу мектептің Мүмкіндігі шектеулі балаларға береді. Былай тегін лагерь жоқ дейсіз, да? Жоқ. Мектепішілік бар. Мектепішілік бар, тегін. Пионерский лагерь, ол тағы бір проблема. Они беспризорные, присмотр остаются там, қалады. Ешкім қарамайды оны. Тамақтарымен можно отравиться там. Ол жерде как его буллинг дейді ғой, хулигандар өздерінің балалардың ішінде хулигандар көп. Лидері дейді ғой сол. Сол тоже бермейміз. Немелерімізді, қыздарымызды сол отдыхать бермейміз. Лучше үйде отырсын екен. Тегін лагерлер ше? Тоже жоқ. Контроль, где нет присмотр, контроль жоқ.
Әзірге қазір қолымда емдеп міне жүгіріп жүрмін, біреуінің тісіне, біреуінің басына, дәрігерлерге. Одан кейін барып бір демалыс орнына жібергім келеді балаларды. Қандай тегін лагерьді білесіз? Ал оны білмедім, оны әке шешесі біледі. Немерелерімді Алматыға алдыртып, Түркістаннан үшеуін де бірге алдыртып, өзім қасыма қазір ұстап жатырмын. Жан-жаққа барамыз енді. Зоопаркке апарам, ойын сауықтарына апарам, енді болатын жерлерге, театрға апарам, енді спектакль көрсін деп. Оқуға, білімге, енді тілге қазіргі балдар құмар ғой. Өзіміздің қасымызда. Ауылымыз жоқ жіберетін, өзіміздің қасымызда жүреді. Қалада, аха. Қалада енді. Мектептің жанында лагерлер бар, тегін лагерлер бар. Оған қатысқанбыз. Биыл пока қатыспаймыз. Қосымшалар бар, содан қатыспаймыз.